Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай дайындалатын пирог дайындаймыз. Балды пирог өте керемет дәмді болып шығады. Ол үшін бізге осы заттар қажет болады. Толық мөлшерін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз, оның үстінен құмшекерімізді саламыз да жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Миксеріңіз болса, жақсылап миксерлеп алсаңыз да болады. Өте оңай, қолжетімді заттардан жасалатын керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Одан кейін үстіне сүт немесе айран қоссаңыздар болады. Мен сүт қостым, оның үстінен бал қостым. Тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз біріккенше. Тез дайындалатын дәмді пирогтардың бірі. Одан кейін ұнымызға қопсытқышымызды, яғни разрыхлителімізді қосып, оны жаңағы жұмыртқалы массамызға саламыз да, жақсылап ешқандай комочек қалмайтындай жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде сұйықтау масса болып шығады қамырымыз. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра отыруыңызды өтінемін. Жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Одан кейін пісіретін формамызды аламыз. Менде осындай стеклянный форма. Оған майымызды міндетті түрде жағып аламыз, немесе пергамент қағаз төсеңіздер де болады. Міндетті түрде жағыңыздар, асты жабысып қалмас үшін. Барлық жеріне жеткізіп жағып шыққаннан соң қамырымызды біркелкі етіп құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке салып 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Иісі өте керемет, дәмі де жұмсақ, ауызда еритін пирогтардың бірі болып шықты. Біз пирогты толық суыған күтпей, кішкене ғана суытып кестік. Сіздер міндетті түрде толықтай суытып барып кесіңіздер. Сол кезде өте әдемі болып кесілетін болады. Өте жұмсақ, керемет, иісі әдемі балды пирогымыз дайын. Өте оңай рецепті сіздер жасап көріңіздер. Егер жасап көрсеңіздер, комментарияға пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Жұмсақ болып шығады. Осы және басқа да көптеген рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыз, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.